Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге песочный самсаның рецептін ұсынып отырмын. Өте оңай тез жасалатын дәмді самса, ішінде тауық еті мен болгарскийдің салмасы бар. Қазір ішін кесіп көрсетем. Мінекей, тестасы үгітіліп тұратын слоеный самсадан ешқандай айырмашылық жоқ, өте дәмді. Песочный тест дайындау үшін 150 грамм сүт құйып алдым. Жылы сүт, оған 2 ас қасық майонез салдым. Жұмыртқа салмаймын, сол майонез болады. Жұмыртқаның орнын алмастырады майонез. 5 грамм тұз салам. Алпыс грамм сары май салам. Бәрін жақсылап араластырып болған соң 5 грамм сода салам. Сөйтіп ұнымыз салып, жайлап қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Бірінші қасықпен араластырамыз да, кейін қолымызбен жақсылап қамырды илейміз. Жұмсақтығы осындай болу керек. Қамырымызды енді бір 10-15 минутқа тындырып қойып қоямыз, бетін жауып. Салмасын дайындаймыз. Тауық еті керек, пияз керек, көп керек, болгарский керек. Бәрін кубиктеп майдап турап алдым. Тауық еті тез қуырылады. Қуырып болғаннан кейін пиязымды салам. Пиязды жақсылап араластырып қуырып аламыз. Бұрыш салам. Сәбізімді салдым. Оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Болгар бұрышын салдым. Оны көп қуырмаймын, шамалы ғана қуырам. Қамырды 20 минут тұнғаннан кейін алып, осылай қолымызбен басып, өте жұмсақ болады. Ішінде майонез болғаннан кейін жайды оңай болады. Орап жаюдың қажеті жоқ. Осылай 4-5 кесіп аламыз. Сосын салмамызды салып бүгетін боламыз. Осындай сопақ формада бүгеміз. Бұның тестасының ерекшелігі слоеный емес, өте оңай. Илегеннен кейін 15 минуттан кейін салмамызды салып бүгіп, уақытыңызды үнемдейсіз. Тестасы өте дәмді болады. Қатпарлы самсадан да дәмді болады, өйткені песочный теста. Салмасы да дәмді. Ішінде болгарский болғандықтан өте дәмді болады. Иісі де керемет болады. Осылай бәрін салып болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, аздап күнжіт себеміз. Сөйтіп топқа қызып тұрған 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламыз. Достар, міне біздің песочный самсамыз пісті. Салмасы тауық етінен болгарский салынған. Өте дәмді самса. Жасап көріңіздер. Рецепті өте оңай. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, лайк басыңыздар.